Ата-ана балалары бақытты болса, бақытты тебіреністі әңгіме. Оқыған, жазған Ләззат Әлдибай. Жорабай мен Зоя бұл өмірде көп нәрсені көріп, өмірдің соқпақтарына төтеп берген, өз мамандықтарының хас шеберлері бола білген. Зейнетте болса да, еңбектен бас тартпаған ата-әжелер. Екеуі де еңбекпен күн кешіп, бала тәрбиесін басты міндет санаған жандар. Алланың берген ұл қыздары өсіп өніп, алтын немере сүйгізді. Бірақ екеуінің көңіл түкпірінде бір уайым, бір үміт өмір бойы жүрді. Ең тұңғышы Айнұр сәбилі болса деген армандары еді. Айнұр жасынан сабырлы, ақылды, білімге құштар қыз болып өсті. Мұғалім мамандығын таңдады, оқыды, жетістіктерге жетті. Бірақ ана болу бақыты бұйырмай, жыл артынан жыл өтіп жатты. Жорабай мен Зоя екеуі Алладан күнде тілеп, баласының бақытын күтумен жүрді. Қанша ұл мен қыздан немере сүйсе де, дәл осы тұңғыш қыздан туған балаға деген аңсар тым бөлек еді. Күндердің күнінде күтудің, үміттің, көз жаспен дұғаның жемісі болды. 40-тың қырқасынан асқан Айнұрдың бойына бала біткені бүкіл әулет үшін тойға бергісіз қуаныш еді. 41 жас қасиетті жас шығар, деді Жорабай әкесі сол күні көзіне жас алып. Жары Зоя да үнсіз отырып шүкірлік еткен. Осы бір кішкентай тіршілік иесі ата-ананың арманы, қыздың бақыты, отбасының үміті болатын. Асылым есімді бөбек дүниеге келгенде, отбасымен бірге ұжымы да қуанды. Бала періште дейді ғой, ал асылым шын мәнінде де періштеде еді. Көздері көкпеңбек, көктемгі аспандай ашық, жүзі тап-таза, сөйлегені де, күлгені де өзгеше. Бәлкім, көптен күткен бала болған соң шығар, әр қылығы ерекше көрінді. Асылымның тұсаукесері Астанада үлкен тойға ұласты. Бірақ бұл жолғы кең дастарханға келгендердің көбі тілеулес әріптестері болды. Айнұр әріптестері мен курстастарын, ең жақын туыстарын ғана шақырды. Сол күні төрге жайғасқан аналар мен достар көздеріне жас алып отырды. Жай ғана қуаныш емес еді. Бұл жылдар бойы жиналған арман мен сағыныштың үзіліп шыққан ыстық лебі еді. Тұсаукескенде асылым топ-топ басып көптің қуанышына айналды. Сол сәтте Зоя әже жанарын сүртіп, Айнұр бақытты болса, мен де бақыттымын. Менің бұл өмірден артық тілегім жоқ, деді. Ата-ананың бақыты деген осындай. Өздері емес, баласының бақыты арқылы өлшенетін, баланың күлкісіне қарап тынысы кеңейетін ғажап әлем. Жорабай мен Зоя енді асылымның әрбір адымын бағып, сол періште немересінің әр апа дегеніне жүректері елжіреп отыр. Сөйтіп, көптен күткен перзент ата-ананың ғана емес, бүкіл әулеттің, ұжымның үміті мен шаттығына айналды. Ал Жорабай мен Зоя үшін асылым жай ғана немере емес, тағдырдың сыйы, кешігіп келген, бірақ қадірі зор қуаныш еді. Өмірдің мәні бақытты баладан басталады. Ата-ана бақыты да солардың бақытына тікелей байлаулы. Осындай қуаныштарыңыз көп болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет.